Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген. Түргеш қағанатының территориясы жайлы айтатын болсақ, олар Ташкент қаласынан, Ташкент қаласының мына жерде орналасқан, Шығыс Түркістанға дейінгі аралықты алған. Шығыс Түркістан міне. Сонда мына аралық, немесе жалпылама айтатын болсақ, жетісу жері түргештерге тиесілі болған. Түргештер Шу және Іле өзендері бойында орналасуына байланысты оның халқы шулық түргештер және ілелік түргештер болып екіге бөлінген. Түргеш қағанатының негізін қалаушы Үшлік қаған. Ол Түргеш қағанатын 20 әкімшілік аймаққа бөлген және оның үлкен ордасы Суяб қаласында, кіші ордасы Күнгіт қаласында орналасқан. Және Үшлік қағаннан кейін аты шыққан қаған Сұлу қаған. Сұлу қағанның аты шығуының себебі ол мемлекетке ішкі және сыртқы саяси жағдай қиын кезде келген, және ол бір мезетте 3 бағыттағы соғыс жүргізуге мәжбүр болды. Түргештерге шығыстан Шығыс Түрік қағанаты, оңтүстік батыстан арабтар және оңтүстік шығыстан қытайлар қауіп төндірді. Және өзінің ерекше ерлігі үшін және соғыстарға тікелей қатысқаны үшін арабтар оған Сүзеген деген атау берген. Сұлу қаған Түргеш қағанатын 715-738 жылдар аралығында билеген. Және Түргеш қағанаты қатысқан өте маңызды тарихи оқиға 751 жылы орын алған Атлық шайқасы. Атлық шайқасы арабтар мен қытайлар арасында болған. Жалпы бұл кезге дейін қытайлар 740 жылы Тараз қаласын басып алған, 748 жылы Суяб қаласын басып алған, және нәтижесінде түргештер бұл шайқаста, жалпы түргештер және түркілер бұл шайқаста арабтарға жақтас болып қытайларға қарсы соғысты. Нәтижесінде қытайлар Жетісудан біржолата кетуге мәжбүр болды. Бұл шайқас жалпы кейін ислам дінінің таралуының бастамасы болып есептеледі. Түргеш қағанаты 756 жылы құлайды. Оның орнына Қарлұқ қағанаты келіп, және олардың әлсірегенін пайдаланып басып алады. Түргеш қағанатының тарихы осы жерден аяқталады. Қарлұқ қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүрген. Қарлұқтар түргештердің әлсірегенін пайдаланып, олардың орнын басып алады. Қарлұқ қағанатының территориясы Алтай тауларынан Балқаш көліне дейінгі жерді алып жатады. Алтай таулары мына бетте орналасқан, ал Балқаш көлі мына жерде орналасқан. Яғни мынау территория Қарлұқтарға тиесілі болған. Қарлұқ қағанатының орталығы Суяб қаласы болған. Басқару жүйесі әскери әкімшілік басқару жүйесі болған, және мемлекет өзі феодалдық мемлекет болып есептелген. Және 9-10 ғасырларда Қарлұқтардың құрамында көптеген тайпалық бірлестіктер болған, және шешуші рөлді Бұлақ тайпасы атқарған. Енді Қарлұқ қағанаты 8 ғасырға дейін Шығыс Түрік қағанатына бағынышты болған, олардың ықпалында болған. Бірақ бұл 8 ғасырдың екінші жартысында тоқтайды. Қарлұқ қағанаты Ұйғыр қағанатымен бірігіп, Шығыс Түрік қағанатын талқандайды. Ал бұдан кейін Ұйғыр қағанаты Қарлұқтарды Жетісуға ығыстырады. Жетісуда Қарлұқтар оғыздардың қарсылығына тап болады, бірақ олар оғыздарды Жетісудан Сырдарияның төменгі ағысына дейін ығыстырады. Енді Ұйғыр қағанаты туралы айтатын болсақ, Ұйғыр қағанаты 840 жылы талқандалады. Оларды Қарлұқтар мен Енисей қырғыздары бірігіп талқандайды. Және осы жылы Қарлұқтардың жабуы қаған деген атақты алады. Ал Қарлұқтардың жағдайы 9-10 ғасырларда әлсірейді. 9 ғасырдың 20 жылдары Орталық Азияда үстемдік еткен саманилер Қарлұқтардың Испиджаб қаласын 840 жылы басып алады, және Испиджаб қаласы мұсылман дінін тарататын басты орталыққа айналады. Ал 9 ғасырдың соңында олар Тараз қаласын да басып алады. Ал 10 ғасырдың бірінші жартысында Қашқардағы түркі тілдес тайпалар Қарлұқтардың Испиджаб және Баласағұн қалаларын басып алады. Осы жылы 200 жылдай өмір сүрген Қарлұқ қағанатының тарихы аяқталады. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басы аралығында өмір сүрген мемлекет. Ол 9 ғасырдың соңында Сырдарияның орта және төменгі ағысында құрылады. Жалпы Оғыз мемлекетінің этникасы Жетісу жерінде қалыптасады, бірақ Қарлұқтар оларды Жетісудан Сырдарияның бойына ығыстырып жібереді. Сөйтіп, сол жерде олар құрылады. Енді Оғыз мемлекетінің территориясы жайлы айтайық, ол сол Сырдарияның төменгі және орта ағыстары. Міне мынау Қазақстан болса, мына жерде Каспий теңізі және мына жерде Арал теңізі орналасады. Осы Арал теңізінен былай төмен қарай Сырдария орналасады. Осы Сырдарияның орта ағысы мен төменгі ағысында, яғни Қазақстан жерінде орналасқан деп айтамыз. Янгикент қаласы Оғыз мемлекетінің орталық болған және сол Сырдарияның бойында орналасқан. Енді мәдениет туралы айтатын болсақ, мұрагерлік жолмен берілетін жоғарғы лауазым жабғу, жабғудың кеңесшілері күл еркіндер, жабғудың мұрагерлерін тәрбиелейтіндер атабектер және әскер басы сюбашылар болған.
Енді оғыз мемлекетінің одақтастығы туралы айтайық. Олар 965 жылы Киев Русімен одақ құрып, Хазар мемлекетін талқандайды. Ал 985 жылы Еділ болғарларын талқандайды. Бірақ өкінішке қарай 10-11 ғасыр аралығында оғыз мемлекеті сәл әлсірейді. Бұл әлсіреудің себебі халықтың алым-салыққа деген наразылығы. Бірақ Шах Мәлік яғни Шах Мәлік 11 ғасырда, осы 11 ғасырдың екінші жартысы мен ортасына қарай оғыз мемлекетінің билеушісі болады, және ол оғыз мемлекетін қайта қалпына келтіреді. 1041 жылы ол Хорезмді жаулап алады. Өкінішке қарай Шах Мәлік оғыз мемлекетінің ең соңғы билеушісі болып есептеледі. 1043 жылы ол салжұқтардың тұтқынына түсіп, сол жерде өлтіріледі. Және осыны пайдаланған қыпшақтар өздерінің соңғы соққысын жасап, оғыз мемлекетін құлатады. Сөйтіп 11 ғасырдың басында оғыз мемлекеті өзінің өмір сүруін аяқтайды. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Ұйғыр қағанаты Қарұл қағанатымен бірігіп, Шығыс түрік қағанатын талқандаған. Және одан кейін Ұйғыр қағанаты Қарлұқтардың Жетісуға ығысуына себеп болған мемлекет. Ұйғыр қағанатының орналасқан жері туралы айтайық. Жалпы Ұйғыр қағанаты Моңғолияның үстіртінде орналасқан, яғни Моңғолия жері Орхон өзені бойы, Моңғолияда орналасқан Селенга өзені, ол Ресейдегі Байкал көлінің қасына орналасқан бөліктерде, және Тола өзендерінде орналасқан. Жалпылама айтатын болсақ, Ұйғыр қағанаты территориясы осындай болған. Ресейдің кейбір жерін және Моңғолия жерін алып жатқан. Ұйғыр қағанаты 100 жылға жақын билік құрған, және ол өзінің көршілерімен үздіксіз соғыстар жүргізіп жатқан. Бірақ 840 жылы Енисей қырғыздар мен Қарлұқтар бірігіп, Ұйғыр қағанатын талқандайды. Сөйтіп, Ұйғыр қағанатының тарихы осы мезетте аяқталады.